Саламатсыздар ма, құрметті Қазақ Про 7 YouTube арнасына келген оқырмандар және көрермендер. Мен бүгін сіздерге эфирға қалай шығу, яғни батылға қалай шығу керектігін үйрететін боламын. Ең алдымен бізде мына жердегі соединение в норме деп тұр, яғни ол сіздің сетіңіздің интернетіңіздің жақсы ұстап тұр, жаман ұстап тұрына белгі беріп тұрған жасыл кішкентай кнопка. Егер ол нормадан кішкене кетіп қалатын болса, сары түске айналады, және де мүлдем интернетіңіз ұстамай жатса, қызыл түске айналып кетеді. Біздер батылға шығу үшін ең алдымен төмендегі қызғылт және көк батырманы басасыздар, және бұл жерде добавить видеошы деген бар, және добавить гости деген бар. Добавить гостиді бассаңыз, сіз өзіңіздің оқырмандарыңызды гостияға қосып алып, әңгіме айтып отыра аласыз. Мінекей, маған уже сізді батылға шақырып жатырмыз деген уведомление келіп жатыр. Мен сіздерге өзім көрсеткім келіп тұр. Қызыл және көкті басасыздар, және бірінші мәзірге өтесіздер. Осы жерде өзіңіздің жаңағындай батыл ойнағыңыз келетін адамдарды таңдайсыздар. Мен мына жерде Бекзат 012-ні таңдаймын, ол кісіге жіберемін. Ол кісі сізді қабылдайды, және де осылайынан сіздер батылға шыға аласыздар. Енді батылды бастау үшін төмендегі және қызғылт және көк қолғап тұр, бокс қолғаптары, соны басасыздар. Сол кезде ол кісі сізді қабылдайды, және де бізде осылайынан батыл басталып кетеді. Және осы батылды тоқтату үшін қолғаптың суреті бар, және де запрещен қойған белгі бар. Соны басу арқылы сіз батылды тоқтата аласыз, және де жаңағындай шексіздіктің белгісі тұрған жерде төменде тағы да запреттің белгісі тұр. Если сіз оны басатын болсаңыз, батылды вообще жауып тастайсыздар. Ал қолғапты басатын болсаңыз, батылды тоқтатып тастайсыздар. Мінекей, осы жерде оқып алыңыздар барлықтарыңыз. Мінекей, біздің батыл тоқтатылды. Ал мынаны бассақ, біз уже бұл кісіні отключить етіп шығарып жіберетін боламыз. Бүгіндікке осы, құрметті YouTube арнасының оқырмандары, сіздерден қолдау күтемін. Лайк, комментарий басып, өзіңіздің батылға шыға алмай жүрген достарыңыз болса, соларға поделиться батырмасын басып жіберіп қойсаңыздар болады. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Келесі сабақтарда көріскенше.